Балалар, бүгінгі іс-әрекетімізді бастамас бұрын сендермен шарттық шеңберімізді айтып алайық, иә? Ал ендеше кәнеки бәріміз бірге. Біз буын әріппіз, бәрін бірге үйреніп, әдемі етіп сөйлеппіз, сөз мағжанын тереміз. Керемет, балалар, көңіл күйлерің қалай сендердің? Жақсы. Керемет, ал ендеше балалар, осы күнге дейін біз не үйреніп, не білгенімізді бір есімізге түсірейік, иә? Ендеше мені мұқият тыңдай қойыңдар, иә? Ал айта қойыңдаршы, бізде бір жылда неше жыл мезгілі бар? Бір жылда 4 мезгіл бар. Керемет, атап беріңдерші. Күз, көктем, жаз, күз. Жарайсың, ал бізде қазір қандай жыл мезгілі? Көктем. Көктем мезгілі, дұрыс айтасыңдар. Ал көктем мезгілінің ауа райы құбылыстары қандай болады? Керемет, жарайсың. Ал көктем мезгілінде неше ай бар бізде? Қандай айлар бар? Наурыз, сәуір, мамыр. Керемет. Ал бізде қазір қандай ай? Сәуір айы, дұрыс айтасыңдар. Керемет, сендер барлығын дұрыс біледі екенсіңдер. Ал бізде ендеше айта қойыңдаршы, бір аптада неше күн бар? 7 күн. 7 күн бар, дұрыс айтасыңдар. Апта күндерін атап бере қойыңдаршы. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, дүйсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Керемет, балалар, жарайсыңдар. Ал бұны қараңдаршы, мұнда бізде сандық бар екен. Бұл жай ғана сандық емес, қазыналы сандық. Қазына дегенді сендер қалай түсінесіңдер? Ақша, дұрыс айтасың. Тағы да алтын. Керемет, дұрыс балалар, керемет жарайсыздар. Бірақ біз бүгін қазына, сөз қазынасын табатын боламыз, иә балалар? Балалар, сөз маржаны дегеніміз әдемі, таза айтылған сөздер. Бұл қазына дегеніміз біздің ана тіліміз. Яғни айта қойыңдаршы, біз сөйлегенде не қолданамыз? Сөз. Дұрыс айтасыңдар. Ал балалар, біз дұрыс сөйлемесек ол не болады? Түсініп сөз болады, иә? Ал біз сөйлегенде нені қолданамыз? Буын, әріп, керемет. Ендеше біз дыбыстарды табамыз, буынға бөлеміз, әріптермен ойнаймыз. Сөз маржанын жинауға дайынсыңдар ма сендер? Ал ендеше балалар, олай болса, кәнеки мен қазір біздің сандығымызды ашайын. Бұл сандықтың ішінде балалар әріптер де бар екен, қаншама деген. Бірақ біз бүгін тапсырмаларымызды орындау үшін кәнеки бәрің бір-бірден келіп, бір-бір асықтан ала қойыңдар, иә? Керемет балалар, барлықтарың алдында ма кәнеки? Керемет, жарайсыңдар. Ендеше тапсырма орындауға дайынбыз ба? Ал балалар, қараңдар. Әр тапсырманы мен түс-түске бөліп қойдым, иә? Көк түстер дыбыстар әлеміне барады кәнеки. Көк түс асық кімде бара қойыңдар? Көк түс асықтар. Сары түстер балалар. Басын. Әріптерге сары түс балалар. Әріптерге бара қойыңдар. Сөз маржаны қызыл түс бара қойыңдар, қызыл түске. Ал жасыл буын шеберлеріне бара қойыңдар. Балалар, сендердің берілген тапсырма әріптер сыры, иә? Ал бірінші тапсырма сендерге мына жерде әріптер берілген. Әріптердің көлеңкесін, заттарын тауып жабыстырасыңдар, иә? Баян айта қойшы, мына сенде қандай әріп? Дұрыс айтасың. М әрпі қандай бізде? Дұрыс айтасың. Ал сенде қандай әріп тұр алдында? Дұрыс. Ол қандай бізде? Дауыс. Дұрыс. Шатаспаймыз балалар, иә? Мұқият боламыз. Ал мына жерде сендер балалар арнайы жіппен, иә, инемен маған өткізесіңдерді. Әр әріпті естеп шығасыңдар, тігіп шығасыңдар, иә? Жақсы ма? Ондай болса сендер дыбыстар әлеміне келіңдер. Балалар, сендердің
сендердің алдарындағы әртүрлі тапсырмалар берілген. Ал соның біріншісі сендерге алдарыңа арнайы сурет бердім, иә балалар? Ал сол суретке қарап, бұл қандай дыбыс екенін айтып бере қойшы маған, Айгерім. Қандай дыбыс? Ә дыбысы. Ал сол ә дыбысына маған сөздер оқып бере қойшы. Бұның барлығы қандай дыбыстан басталып тұр? Ә дыбысынан басталып тұр. Керемет, жарайсың. Ал Алинұр, сенде қандай дыбыс екен? А дыбысы түсіпті. А дыбысынан келетін сөздерді атап бере қойшы, кәне? Арыстан. Алма, дауысын шығара қой. Ай. Ағаш. Бұның барлығы қандай дыбыстан басталып тұр? Дауысты қандай дыбыс? А, дұрыс айтасың. Керемет. Ал Ернұр, сенде қандай дыбыс? Ш дыбысы. Ол қандай дыбыс бізде? Дауыссыз. Керемет. Ал енді керемет, жарайсыздар. Енді келесі тапсырма сендерге. Мына жерде арнайы сурет берілген. Жоғалған әріптерден, дыбыстардан сендер сөз құрап жазып шығу керексіңдер. Жақсы ма? Ал ендеше кірісе қойыңдар. Жарайсың, сенде қандай сөз шықты? Әке сөз шықты. Ал келесі саған тапсырма, мына бізден ненің суреті? Самолет, дұрыс айтасың. Самолеттің көмегімен самолетті ұшыра отырып біз дыбыстарды қосып оқимыз. Жақсы ма? Ал бірінші дыбыс қандай? А. Ал келесі ұшып барып лу, дұрыс айтасың. Сонда қандай сөз шықты? Алу. Керемет. Біздің алдымызда осындай дыбыстар мен үйшіктер бар, иә? Соған сәйкестендіріп, бірінші дыбысы қандай? Соған суреттерді жабыстырамыз. Жақсы ма? Ал кірісе қойыңдар. Ендеше сендерге тапсырма алдарыңда не көріп тұрсыңдар, айта қойыңдаршы. Қандай сурет? Ою, керемет. Ал дұрыс айтасың. Қандай ою сенде? Өркеш оюы, иә? Қандай дыбыстан басталады, айта қойшы? Қандай? Дыбысы. Ол қандай дыбыс бізде? Дауысты. Керемет. Дауысты дыбыс қандай түсте болады? Қызыл. Ал сенде қандай? Қошқар, мүйіз, дұрыс айтасың. Бірінші дыбысы қандай? Қандай дыбыс бірінші? Қ дыбыс екен, иә? Қ дыбысы бізде қандай дыбыс? Дауысты ма, дауыссыз ба? Дауыссыз, дұрыс айтасың. Дауыссыз дыбыс бізде қандай түсте болады? Көк түсте болады. Яғни сендер қошқар мүйіздегі суреттегі қошқар Қ дыбысынан басталса, сендер көкке бояйсыңдар. Ал дауысты дыбыс Өден басталса суреттерін қызылға бояйсыңдар. Ал кәнекей тапсырмаға кірісе қойыңдар. Жақсы ма? Мына жердегі дыбыстарды оқып бере қойшы. Кәне суреттегі? Қандай сөз шықты? Сол енді дыбысқа байланысты сәйкес қандай дыбыс екенін белгілеп қойып берші. Кәне бірінші дыбыс Ә, ол бізде қандай? Дұрыс. Дұрыс. Келесі Е дыбысы қандай екен? Дұрыс. Суреттегі керемет жарыстарды оқып бере қойшы. Кәне? Дұрыс. Қандай сөз шықты? Керемет. Ал енді сендерде буын шебері, иә? Буын шебер орталығына келсеңдер, сендерді алдарында бізде
жасырылған буыннан сөздер бар, соны оқып шығу керекпіз, иә? Ал Баян бірінші, Баян бастасын. Кәнекей, оқышы. Қандай сөз шықты? Шаңырақ. Дұрыс айтасың. Ал екінші сөзіңді кәне бере ғой. Сандық сөзі шықты. Дұрыс айтасың. Қандай сөз шықты? Домбыра. Домбыра. Ал келесі. Тапсырма, мен сіздерге арнайы текшелер берем, иә? Буынмен мында сөздер жасалған, содан бір сөз шығару керексіздер, жақсы ма? Ал кәнекей бірінші Баян. Буынмен мында сөздер жасалған, содан бір сөз шығару керексіздер, жақсы ма? Ал кәнекей бірінші Баян. Қандай сөз шықты? Мақта. Енді тағы келесі сөз шығар. Мұқият қарап қойыңдар, бұл жасанды интеллектті қолдана отырып, ұялы телефонмен қазір жұмыс жасаймыз, иә? Мында дыбыстар берілген. Дыбыстарды біз екі сандықша берілген, қызыл түсті және көк түсті. Ал алаң қазір сен соны ажыратасың. Бізде қандай дыбыс берілген мында? А дыбысы берілген екен. А дыбысы бізде қай қоржында болу керек? Ал кәнекей басшы, дұрыс па, тексерейік сені. Керемет, дұрыс екен, иә? Ал осылайша келесі тапсырманы орындаймыз. Тапсырмаларды орындасақ, келе қойыңдар, бір сергіп алайық, иә? Келе қойыңдар. Алдында ақ қағаз бар. Кәнекей, сол қағазды суға салып көрейікші, не шығатынын бәріміз бірге нәтижесін көрейік. Не шықты бала? Дыбыстар шықты. С дыбысы. Ернұр, сенде қандай дыбыс шықты? Әмина, қандай дыбыс шықты? Көмектесеміз бала. С дыбысы шықты, иә? Қандай дыбыс? М дыбысы. А дыбысы. Р. Ал балдар, жарайсыңдар, керемет. Ал барлықтарында дыбыстар шықты, иә? Ал енді бұл дыбысты мен оқып көрейін. Бүгінгі біздің тақырыбымызда шығып қалыпты. Сөз маржаны ұлттық қазына, иә балалар? Жарайсыңдар балалар, керемет. Әрекет сендерге ұнады ма? Мен сендерге лақтырам, күнде қандай дыбыс түсті? Келе ғой. Қандай дыбыс түсті саған? Ә дыбысы, иә? Ол қандай дыбыс? Дауысты. Ә дыбыстан келетін сөздер айтып берші маған. Балалар, көмектесеңіз. Әке. Керемет. Әке. Жарайсың, тұра қойыңдар. Бал, тұрайын. Кәне шыға қойың. Қандай дыбыс түсті сенде? О дыбысы түсті. Ол қандай дыбыс?